Сәлеметсіздерме? Туризм және қонақжайлылық индустриясы колледжінің білім алушылары. Информатика пәнінің оқытушысы Сайлауова Дидара Тағапбарова. Бүгінгі тақырыбымыз растрлық және векторлық графика. Растрлық BMP, JPEG, GIF, векторлық I, CDR форматтарды қолдану. Сабақтың мақсаты растрлық және векторлық графика туралы түсініктер. Растрлық және векторлық графикалардың артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау. Растрлық BMP, JPEG, GIF және векторлық LCDR форматтар жайлы мағлұматтар беру. Дамытушылық. Білім алушыларға растрлық және векторлық кескіндерді тәжірибелік сабақтың көмегімен салыстыра отырып, дүние танымдарын, ой өрістерін дамыту. Растрлық графика кескіндер түрлі түсті нүктелерден тұратынын білеміз. Растрлық кескінді құрайтын әрбір пиксельдің өз орны мен түсі болатынын қазір тәжірибелік сабақта көрсететін боламыз. Векторлық кескіндер бұл нүктелер, сызықтар, шеңберлер, төртбұрыштардан және де басқа да геометриялық примитивтерді пайдаланып, компьютерлік графикалық кескінді өрнектеу болып табылады. Енді тәжірибелік сабағымызға көшетін болсақ, тәжірибелік сабағымызда растрлық графика мен векторлық графиканың айырмашылығын көрсетеді. Adobe Photoshop бағдарламасы растрлық графиканың негізгі бағдарламаларының бірі болып табылады. Қазір біз қалай растрлық графиканы қалай анықтаймыз? Бір суретті алып солай көрсететін болсақ. Растрлық графиканы нүктелік графика деп те атайды, оны білесіздер. Яғни бұл нүктелерден тұрады. Нүктелердің әрқайсысының өзінің түстері болады. Мына жердегі нүктелердің түсі бір аумақта тұрған нүктелерге біркелкі емес, көріп тұрсыздар. Және оның штрих-кодтары да әртүрлі болады. Ол үшін мына жерден пипетка деген батырманы таңдап, кез келген жерге шыққанның сол жақ батырмасын басып, түсін көретін болсақ, қараңыздар. Мына әр жерге барғанда ол нүктелердің түсі алуан түрлі өзгеріп отырады. Штрих-кодтары да әртүрлі болады. Осы пиксельдерге штрих-кодтары арқылы компьютерда өзінің жеке көлемдері болады. Енді бұны кішкене жақындатсақ, осы аумақтың өзіндегі нүктелердің түстері біркелкі емес. Ол бір жерде тұрса да, алуан түрлі түсті беріп отыр. Масштабын үлкейтіп, кішірейтіп қарасақ та болады. Растрлық графиканың негізгі базасы ол нүктелерден тұратынын білесіздер. Ал векторлық графика ол сызықтан тұрады. Масштабты үлкейтіп кішірейткен сайын растрлық графиканың кемшілігі сапасын жоғалта бастайды. Біздің суретіміз кішірейтіп үлкейткен сайын сапасын жоғалта бастайды. Енді тура осылай біз CorelDRAW бағдарламасында векторлық графиканы қарастыратын болсақ, екеуін салыстырып, белгілі бір суретті алдық. Ол суретті де масштабын үлкейтіп кішірейтетін болсақ, бағанағыдай ешқандай нүкте көрініп тұрған жоқ, қараңыздар. Векторлық графика негізі сызықтан тұрады. Мені үлкейтіп күшейтуге де болады. CorelDRAW бағдарламасы векторлық графиканың негізгі бағдарламаларының бірі болып табылады. Масштабын қалай жақындатсақ та, қараңыздар. Жақындатсақ та, үлкейтсек те, кішірейтсек те, ол сапасын өзгертпейді. Векторлық кескеннің кемшілігі сызық математикада тұтас бір объект болып сипатталады. Сондықтан растрлық графикаға қарағанда векторлық графиканың құралдарымен
объектіні өрнектеуге қолданылатын дерек көлемі әлдеқайда аз болып табылады. Растрлық графиканың кемшілігін жаңа айтып өттім. Бұл жерде суреттің үлкейтіп кішірейткен сайын суретімізді сапасын жоғалта бастайды. Және де осы бейне сақталған файлдың көлемінің үлкен болуы да бір кемшілігінің бірі болып табылады. Артықшылығы сурет салу өте қарапайым, масштабтау қажет болмаған жағдайда күрделі бейнені оңай өңдеу мүмкіндігі. Кез келген ұнаған бейнені сканерден өткізіп алуға болады. Векторлық графикаға келетін болса, векторлық графиканың кемшілігі шынайы бейнелерді құруда қиындық, тұтас аймақты бейнелеу мүмкіндігінің болмауы, суреттеу алдын ала өңдеуді қажет етеді. Артықшылығы көлемінің шағын болуы, масштабын өзгерткен сайын сапасын жоғалтпайтыны өте артықшылықтардың бірі болып табылады. Оңай түзетуге болады және де. Ал енді артықшылықтар мен кемшіліктерін көрсеттік. Растрлық графика қолданылуы ол фотосуреттерді өңдеуде, қалпына келтіруде, фотомонтаж жасауда және сканерден кейін суреттер растр түрінде алынады. Растрлық графикамен жұмыс істеу үшін біз жаңа Adobe Photoshopпен жасадық. Және Paint бағдарламасы екеуі растрлық графикамен жұмыс істейтін негізгі бағдарламалардың бірі болып табылады. Векторлық графиканың артықшылығы мен кемшілігін суреттен көрсеткен болатынбыз тәжірибелік сабағымыздан. Ол қолданылу векторлық графиканың заттанбалар, логотиптерде, эмблема жасауда көп қолданылады. Осы векторлық графика сурет өте анық көрінеді және де сапасын жоғалтпайды. Файлдың көлемі сақталған аз көлемді алып тұрады. Сызбалар, диаграммалар, графиктер, схемалар құру үшін, тейлор қатарын құру үшін де осы векторлық графиканы қолданылады. Және де қисық, бірінші реттік қисық, екінші реттік қисық, оның бәрі қазір көрсетіледі. Оның бәрінде балалар осы векторлық графиканы қолданатын боламыз. Түстердің үлкен реңктері жоқ, айқын контурланған суреттер үшін. Сапасын өзгертпейді. Үлкейтіп кішірейткен сайын қанша суретті өзгертсеңіз де, векторлық графиканың ең маңызды қасиеті ол сапасын өзгертпейді. Енді мынау барлығы бірінші реттік қисықтар, екінші реттік қисық, үшінші безер қисығының өзі осы векторлық графикаға жатады. Векторлық графикамен жұмыс істейтін бағдарламалар олар CorelDRAW, жаңа біз жұмыс жасадық, Adobe Illustration, AutoCAD. AutoCAD негізі сызбамен жұмыс істейді, векторлық графиканың негізгі бағдарламалардың бірі болып табылады AutoCAD. Енді растрлық форматтарды BMP, JPEG, GIF форматтарды қолданып. BMP форматы ең алғаш 80-ші жылдары Microsoft компаниясы әзірленген растрлық суреттерді сақтау пішімі болып табылады. Бұл жерде үлкен файл өлшемі, себебі ең алғаш шыққаннан кейін бұл жерде суреттерді сығу жоқ. Одан кейін JPEG 16 миллион түсті көтере алады. Олардың ашықтығы және фотографиялардағы жолақтарын сақтай алады. GIF 256 түсте пайдаланылады. Тұтас түрлі облыстарды тиімді сығады. Мұнда бейненің бөлшектері жоғалусыз сақталады. Және де GIF-ті сіздер WhatsApp желісінде де, Telegram-да да болады. Анимациялар үшін пайдаланады GIF-ті. PNG-да көп қолданылмайды негізінен. Интернетті пайдалануға болатын растрлық форматтарға PNG форматы да жатады. Көптеген браузерлер үшін қажетті көтеретін шамада емес. Сондықтан PNG форматы көп қолданылмайды. Енді бұл Adobe Illustration Adblock графикалық ақпарат сақтаудың векторлық форматы. Adobe Systems компаниясы өзінің PDF файлдары үшін
бір беттік векторлық суреттерді ұсыну үшін әзірледі. Adobe Illustration бағдарламасында сақталған жағдайда файлға кеңейтіндіріледі. CDR бұл білесіздер Corel Draw бағдарламасына жасалған жоба файлы. Файлдың осы пішімін Corel компаниясы өз бағдарламалық өнімдерін қолдану үшін шығарған болатын. Аударғандарыңызға рахмет.